кондиционер компрессордың ішінде не бар екен сіздерге көрсетемін. Жалпы қалай жұмыс істейді, ішінде не бар, қалай жұмыс істейді, көп адамға қызық. Қазір компрессорлардың түрі бар. Механический түрі, магнитпен жұмыс істейді. Мынау таза электронный, яғни магнитсіз клапанмен жұмыс істейді. Ал мынау компрессор клапанмен де, магнитпен де жұмыс істейді. Бұл механический клапанмен істейді. Сол үшін кондер компрессордың ішінде не бар, көп адамға қызық. Қалай жұмыс істейді, сіздерге не бар екен көрсетейін ішке. Ішінде қазір шешіп көрсетемін сіздерге. Кондер компрессордың ішінде мынандай поршындар болады. Мынандай поршын деген міне қазір айланған кезде, мотордың ішіндегі поршын сияқты осылай айналады. Осылай качаттайды нені, фреонды. Яғни осы поршынмен жұмыс істейді. Фреон осы арқылы качаттап жұмыс істейді. Яғни фреон компрессордың арт жағында міне поршын деген осы. Іші осында. Міне поршын қазір алып көрсетесің. Шаш. Қазір сіздерге поршынны шашып көрсетесің. Міне поршын деген осы. Типа енді бұл мотордың поршын сияқты болады, бірақ бұл таза алюминиевый. Осы арқылы ішіндегі өздері давление создавать етіп фреонды қуады ғой. Бұның принцип работасы бұл электронный, магнитный деп бөлінеді. Мынау таза клапанмен жұмыс істейді. Ток келеді, айналады фреон. Постоянно вращение. Постоянно. Ал мынау только бұл магнитный, мынаған ток келеді, сол кезде мынау жабысады, мынау сырт айланып тұрады, кондер қоспағанда. Ал кондер қосқан кезде мынау магнит жабысады, осы арқылы жұмыс істейді. Бұл механический. Ал бұл механический клапан. Бұған ток келеді, магнит жабысады, мынаған да ток келеді. Осы бұл механический дейді бұны. Яғни компрессорлердің түрлері осындай болады. 3 түрлісі бар. Механический, электронный, полмеханический. Жалпы осы ішінде не бар, қалай жұмыс істейтінін көрсеттім сіздерге.